Біздің жүрегімізде ми бар, ол ойлана алады. 1991 жылы медицина ғылымдарының докторы Джон Эндрю Армор осындай жаңалықты ашқан. Осыдан кейін бүкіл әлемде нейрокардиология деп аталатын сала өте қарқынды дамыған. Жүректе, біздің жүрегімізде 40 мыңға жуық нейронды байланыстар бар. Яғни жүрегіміз миға бағынбай-ақ өзі шешім шығара алады. Сондықтан бізге осыны пайдалану керек. Көп адам бұны пайдалануды білмейді. Мұны қалай пайдалану керек? Және пайдаланғанда не болады? Біз жүректі ми ретінде пайдаланатын болсақ, біздің санамыз кеңейеді, уақыт пен кеңістікке тәуелділік жоғалады. Яғни сіз выживание, жан бағу күйінде жүрсеңіз, былай тартсам былай жетпейді, былай тартсам былай жетпейді деген дефицит күйде жүрсеңіз, сіз осы жүрегіңізге мән беріңіз, жүрегіңізді ашыңыз. Ал жүректі қалай ашамыз? Бұған бізге Джо Диспензаның әйгілі энергоорталықтарды қуаттау практикасы көмектеседі. Дәл жүректегі энергияны қуаттау практикасын мен өзімнің тегін сабағымда сіздермен бірге жасайтын боламын. Бұл сабаққа қатысқыңыз келсе, комментарийге бір санын қалдырыңыз.